Мошенниктерден қалай сақтана аламыз? WhatsApp аудио сообщение жасауға қалай қарайсыз? Робот мошенниктің сіздің дауысыңызды салып, суреттеріңізді сөйлете алатынына сенесіз бе? Білесіз бе, олар солай жасайды. Немесе дауысыңызды салып, deepfake аудио сообщение арқылы үйіңізге звондап, үйден керек карточка немесе басқа да керек толық ақпаратын жақындарыңыздан ала алады. 7 айда 7 миллиард теңгеге қазақ халқы алданған. Болған шығынның басым бөлігі онлайн сатылымдар арқылы болған. Екінші орында ол фишинг сайттар. Ол жөнінде айтып кететін боламын. Алдауыштар көбейген сайын бізде қаржылық активтерімізді алаяқтардан қорғау мақсатында бір қатар білім мен дағдыларымызды қалыптастыруымыз қажет. Бірінші, интернеттегі күдікті сілтемелер. Мен хаттар жайында айтып өтейін. Электрондық пошталарда немесе хабарламаларда күдікті сілтемелерді ешқашан ашпаңыз. Әсіресе олар бейтаныс жібереушілерден болған жағдайда. Екі факторлы аутентификация мүмкіндігінше барлық шоттарда болғаны абзал. Мысалы, банктік немесе төлем қызметтерінде екі факторлы аутентификация пайдалануыңыз қажет. Яғни пошта мен телефон нөмірі арқылы қадағаласаңыз болады. Құпия сөздер және оларды қорғау. Әртүрлі есептік жазбалар үшін күрделі және ерекше құпия сөздерді пайдалану. Аты жөніңіз емес, бала аты, оның туған күндерін қолданбаңыз. Онымен қатар парольдерді үнемі уақытлы өзгертіп ауыстырып отыру қажет. Құпия сөздерін дұрыс сақтағаныңыз абзал. Сенімді жерде, көрінген жерге жазып тастап кетпей, құпиялы сөздер өздеріңізге сообщение жазған кезде WhatsApp арқылы немесе заметкада сақтаған жағдайда пароль қойып, міндетті түрде оны басқаша сақтаңыз. Екінші, ол алаяқтық түрлер туралы біліп отырыңыз. Жоғарыда айтылған ең көп кездесетін фишинг туралы. Ол жерде алаяқтар банктың және басқа да шоттарға кіру деректерін ұрлау үшін сайттар мен электрондық хаттарды қолдан жасай алады. Скриминг дегеніміз ол терминал арқылы төлем кезінде картадан деректерді көшіру үшін арналған құралғы, соны пайдаланады. Яғни, әрдайым картамен ақша төлеген кезде мұқият болыңыз. Және ресторан, кафеде картаны беріп жібермеңіз. Көз алдыңызда ақша төленген абзал. Несиелік алаяқтық. Жеңіл және жылдам несие ұсыныстарына әсіресе күмәнді ұйымдардан немесе интернет арқылы жарнамаға сақ болыңыз. Әлеуметтік медиа алаяқтық. Ақшаны немесе жеке деректерді алуға тырысатын жалған шоттар, жалған аккаунттар, желідегі белгілі азаматтардың аккаунттарын бұзып, тіпті сатылым жасауы да мүмкін. Кейбір кезде жалған аккаунт болып та шығып жатады. Инвестициялық схемалар, қаржылық пирамидалар туралы хабардар болыңыз. Және де шындық болу үшін тым жақсы ұсыныстардан мұқият болғаныңыз абзал. Бүгіндегі заманауи тренд болып жүрген инвестиция жөнінде ақша салам деп минусқа кіріп жүргендер қаншама. Инвестиция тек арнайы лицензиясы бар брокер арқылы алынған дұрыс. Қаржылық институттардың сатып отырған сатушының заңдылығын әр уақытта жақсылап тексеріп отырыңыз. Мүмкіндігінше перевод арқылы емес, счет на оплату арқылы расчет жасаған абзал. Әрқашан жұмыс істеуді жоспарлап отырған компанияның сатушының заңдылығын тексеріңіз. Қаржы ұйымдарын ұлттық банк сияқты мемлекеттік ресми реттеушілердің ресми сайттары арқылы жасауға немесе тексеруге болады. Құжаттарды тексеру. Қаржы ұйымының қаржылық операцияларды жүргізуге барлық қажетті лицензиялары мен рұқсаттары бар екеніне көз жеткізіңіз. Аты сол болса да әріптің орнына сан қойып, санның орнына әріп қойып, басқа сайтқа бағыттауы мүмкін. Жан-жақты тексерген абзал. Керек жағдайда официалды, тіпті колл-центрге де хабарлассаңыз болады. Есептесу кезіндегі сақтық шаралары. Тек қауіпсіз арналар арқылы төлеу. Онлайн төлеген кезде тек тексерілген және қауіпсіз платформалар арқылы ақшаны төлеңіз. Мысалы, PayPal, 3D Security жүйелері арқылы.
Жеке ақпаратты ешкімге бермеңіз. Ешқашан жеке деректерді, құпия сөздерді немесе карта нөмірлерін телефон арқылы немесе электрондық пошта арқылы бөліспеңіз. Сайттар мен қолданбаларды тексеру. Сайттың немесе қолданбаның қауіпсіз қосылымды пайдаланатынына көз жеткізіңіз. Бауыр, дос, туғанға берген жағдайда уақытылы, WhatsApp арқылы жіберген жағдайда уақытылы удалить у всех деп өшіріп тастауларыңыз қажет. Жылдам ақша ұсынатын азаматтардан сақ болыңыз. Жылдам кіріс ұсыныстары аз күш жұмсай отырып жоғары табыс туралы уәделерге күмәнданыңыз. $100 салып 500 тіпті кейде $1000 аласыз деген аймен теңдес ұсыныстардан абай болу. Бұл көбінесе қаржылық пирамидалардың белгілері. Алғашқы инвестицияларға төлем бермеңіз. Алдын ала төлемдерді талап ету алаяқтықтың белгісі болуы мүмкін. Жылдам кіріс табамын деп қолыңыздағы барыңыздан айырылып қалмаңыз. Білім және хабардарлық. Білімді үнемі жаңартып отыру. Олардың құрбаны болмас үшін алаяқтықтың жаңа әдістерін үнемі үйреніп отырыңыз. Сарапшылармен кеңесу. Күмәндансаңыз немесе түсінбесеңіз, әрқашан қаржы мамандарымен, заңгерлермен немесе ресми органдармен кеңесіңіз. Шоттарды бақылау, яғни шоттарды үнемі тексеріп отыру. Банктік шоттар мен карталар туралы үзінді көшірмелерді мезгіл сайын тексеріп отырыңыз. Егер күдікті транзакциялар анықталса, дереу банкке хабарласыңыз. Хабарландыруларды іске қосу. Шотыңызды немесе картаңыздан кез келген операциялар туралы хабарландыруларды реттеңіз. Қауіпсіз туралы білім қаржылық алаяқтардың құрбаны болу қаупін едәуір азайтуға көмектеседі. Үлкен ата-аналарыңызға, балаларыңызға барлық интернет арқылы транзакцияларға лимит қойыңыз. Немесе аутентификацияға өз почта адресіңізді немесе телефон нөміріңізді тіркеп қойыңыз. Осымен қатар кез келген Wi-Fi жүйесінен сақ болыңыз. Wi-Fi арқылы сіз өз жайыңызда толық ақпарат беріп, немесе өз құралыңызға доступ беруіңіз мүмкін. Біреудің зарядтау құралына қосылу олда үлкен қауіп. Оның қайда қосылып тұрғанын білмегендіктен басын міндетті түрде әр уақытта тексеріп барып ұялы телефонды зарядкаға қойыңыз. Абай болыңыз. Құпия сөздерді телефонда сақтамаңыз. Егер банк картасының фотосы болса, уақытылы WhatsApp-тан, телефоннан тазартып отырыңыз. Бауыр, туысыңыз WhatsApp-тан ақша сұраса, нөміріне мән беріңіз. Және сізде сақталған нөмірге хабарласыңыз. Видео арқылы немесе жай звонок арқылы, WhatsApp емес, яғни басқа да әдіс арқылы звондау. WhatsApp аудиосообщениеге қарағанда түрде сообщениені жазған дұрысырақ. Әлеуметтік желіде қаржыға қатысты ақпаратты, паспорт, виза, куәліктерді салмауға тырысыңыз. Олардың кадрда 1 секунд болғаны да мошенниктарға жеткілікті. Бөлісе отырыңыз. Абай болайық ағайын. Сізге де бұл видео ұнаса, лайк қоя отырып, каналға жазыла отырыңыз. Рахмет.